Ата-анаңды бағала, олар ғана сені қандай жағдайда да қалдырмайды. Балалар ата-анасының көңілінен шығу үшін өз армандарынан бас тартады. Ата-ана балаларының көңілінен шығу үшін өмірдің өзінен бас тартады. Ең жақсы дос ана, ол ешқашан қызғанбайды, жамандық тілемейді, ал оның көзінде баласына деген махаббат пен мақтаныш ұшқыны жанып тұрады. Мен қартайған сайын балалық шағымда және анамның қолында болғым келеді. Біздің ең жақсы достарымыз ата-анамыз екеніне 100-ші рет көзім жетті. Тек олар бізге шын жүректен бақыт тілейді. Мен бір нәрседен қорқамын. Бір күні үйге келіп, анашым, мен үйдемін деп жауап ретінде тек үнсіздік естимін. Баланы қымбат ойыншықтар емес, ата-анасының сүйіспеншілігі мен мейірімі бақыт етеді. Келесі қадам белгісіз болса да, бала анасымен бірге болуы керек. Өзіңіз ана болмайынша, оның сізді қаншалықты жақсы көретінін түсіне алмайсыз. Ата-анамыз тірі кезде біз өзімізді бала сезіне аламыз. Анаға тек кешіріңіз және мен сізді жақсы көремін деп айтуды біліңіз. Біз тым көп сөз айтамыз және кейде оларға тек осы ғана қажет. Біз тек ата-анамызға керекпіз. Балалар біздің гүлдеріміз, ал ата-аналар олар өсіретін вазалар. Бәрін бастан кешіруге болады. Үлкен махаббат, сатқындық, достардың кетуі, ата-ананың өлімі жүректегі жазылмайтын үлкен жара. Анамыздың алтын балықтан әлде қайда күшті екен біз есейгенде ғана түсіндік. Ана үшін ең қиыны басқа ата-аналардың да ең жақсы балалары бар екенін есте сақтау. Сізді кез келген жағдайда қалдырмайтын жалғыз адам ата-ана. Әрбір бала өзін құшақтайтын анасы мен әкесінің қолын сезінуі керек. Сүйетін бақытты ата-ана бұл әрбір балаға қажет. Анасының қаншалықты жақсы көретінін бала ғана біледі. Өйткені оның жүрегін ішінен ол ғана көрді. Мен анамды ағаштың күн мен суды жақсы көргеніндей жақсы көремін. Ол маған өсіп, өркендеп, биік белестерге жетуіме көмектеседі. Сіз ұлғайған сайын анаңыздың кеңесі мен құшағына мұқтаж боласыз. Оның пирогтары мен котлеттері соғұрлым дәмді болады. Біз ата-анамызға қарағанда балаларымызды тым қатты жақсы көреміз. Өткенді сағынбағанның анасы жоқ. Ата-анамыздың өмірі ұзақ болсын, қалғаны маңызды емес. Оларға жедел хаттарды жиі жіберіңіз, хаттармен жылытуға тырысыңыз. Біздің аналар дүниедегінің бәрін жасай алады. Олар қалай қартаймауды ғана білмейді. Азаптың ең ауыр түрі ананың көз жасы. Ананың шыдамдылығы тіс пастасы түтікшесіндей, ол ешқашан толығымен таусылмайды. Ата-ана рахмет дегенді күтпейді, сондықтан оны мүмкіндігінше жиі айту керек. Ата-аналардың үйі бұл кішкентай жұмақ. Адам жақсы ұйықтайды және тәттілердің иісі шығады. Бұл әлемдегі ең жақсы жер. Ер адам анасына қалай қарайтынына қарап, оның әйеліне қалай қарайтынына баға беруге болады. Барлық әкелер балаларының өздері жасай алмаған нәрсені жасағанын қалайды. Бұл дүниеде ата-анадан басқаның бәрін қайтадан таба аласыз. Мен анама ескерткіш қояр едім, өйткені мен енді ондай күшті, сабырлы адамдарды білмеймін. Ең жақсы дос ана, ол ешқашан қызғанбайды, жамандық тілемейді, ал оның көзінде баласына деген махаббат пен мақтаныш ұшқыны жарқырайды. Тек анада ғана ең нәзік қолдар, ең нәзік күлкі және ең мейірімді жүрек. Жүректегі ең ауыр сезім анаңның жылап тұрғанын көріп, қолыңнан ештеңе келмейтін кез. Ата-анаңызға тым ашуланбаңыз, олар сіздей болған және сіз де солар сияқты болатыныңызды есте сақтаңыз. Бүкіл әлем саған тас лақтырсын, бірақ артыңда анаң немесе әкең болса,
онда бәрі жақсы болады. Ата-анаға деген сүйіспеншілік барлық ізгі қасиеттердің негізі. Ата-анамыз біз ең жақсы көретініміз, бірақ ең көп алдайтынымыз. Ата-анаңды бағала, сені ешкім ешқашан олар сияқты жақсы көрмейді. Бала бұл жалғыз адам, сіздің семізсіз бе, не арықсыз ба, оған маңызды емес. Ол сізді оның анасы болғаныңыз үшін ғана жақсы көреді. Ата-анамыздан артық ештеңе жоқ. Олардың жан дүниесін ренжітпеңіз. Оларды жақсы көріңіз, оларға қамқорлық жасаңыз, қолдарыңызда көтеріңіз және оларға барлығы үшін алғыс айтуды ұмытпаңыз. Сенің анаң әлемдегі ең асыл адам, тек ол сені сол қалпыңда, сен болғаның үшін сүйеді. Ол бәрін кешіреді. Ата-анаға деген сүйіспеншілік пен құрмет қасиетті сезім екені даусыз. Тек ана ғана қалайсың деп 20 рет сұрай алады. 20-шы рет шындықты естіп жұбату үшін. Тұр, анаңның қасына кел, сүйіп, оның ең жақсы екенін және сен үшін әрқашан солай болып қала беретінін айт. Сізге ең жақын адамды сәл бақытты етіңіз. Адамдарды таныған сайын сен тек анаңды жақсы көру керектігін түсінесің. Анасының сөзсіз сүйіктісі болған адам бүкіл өмірінде жеңіске жету сезімін және сәттілікке сенімділікті сезінеді. Бұл көбінесе нақты жетістікке әкеледі. Ата-аналар бізде бардың ең жақсысы. Оларды бағалайық, өйткені олар ғана сені сүйеді және соңына дейін сенеді.